Асхат пен Жұлдыз тағы да ажырасып кетті. Қосылайық тележобасының 2 және 3 маусымының қатысушысы, Қосылайық ханзадасы атанған Асхат өмірлік жары Жұлдызбен ажырасып кетті. Бұл туралы Асхат өз парақшасында жалынды пост жазып, өз ойын жеткізуге тырысты. Жұлдыз қайда? Деп қайта сұрап жатқан жандарға. Жұлдыз менің мойнымдағы моншақта және жүрегімде. Көптеген желі қолданушылары осы жазбаның астына неге ажырастың? Сенде бәрі жақсы болды ғой деп жарыса жазды. Жұлдызда өз Instagram парақшасында Асхатқа қатысты барлық видео, суреттер мен естеліктерді өшіріп тастаған. Желі қолданушылары Жұлдыздың жазбаларына не үшін ажырастың деп үнемі жазып жатыр. Сәуле есімді желі қолданушысы пікір қалдырды. Қызым-ау, екеуің бақытты болуға лайықсыңдар. Кешірімді болыңдар. Сонда бәрі жақсы болады. Мен сендердің тілекшілерің. Олардың ұлы Әмір Жұлдызбен бірге кеткен. Асхат қазір шетелде жүр. Расталмаған ақпарат бойынша ол Түркияға көшіп кеткен. Сендердің ара қатынастарыңның бұзылуы сенің шетелге демалуға кеткеніңнен басталып еттеп едіңдер ғой. Енді неге тағы тастап өзің кеткенсің? Деп жазды. Бұған Асхат былай деп жауап берді: тексеріп жатырмыз. Беріктеу болды ма или солай ма әлі? Мәлімет үшін айта кетейік. Асхат таяуда өз стористерінде бұрынғы құрбыларының видеоларын жариялаған болатын. Олардың ажырасуына қызғаныш себеп болған шығар. Әзірге белгісіз. Қалай десек те, Асхат пен Жұлдыздың қайта қосылып, ұлы Әмірмен бақытты ғұмыр кешуіне тілектеспіз.